Балалар, бүгін біз екі дос пен Аю атты қызықты әрі тәрбиелік мәні бар ертегіні тыңдаймыз. Орманға барып жидек теріп келейік. Жүр, орманға барайық. Орман қандай әдемі екен. Құстардың дауысы естіліп тұр. Бірақ абай болайық. Орманда аңдар да бар ғой. Орман тыныш екен. Қарнымды ашып барады. Екі дос орманда келе жатқанда алдарынан Аю шығады. Әлібектің досы қорқып, ағашқа шығып кетеді. Аюдан қашпасам болмайды. Тезірек жоғарға шығуым керек. Қимылдамасам Аю тиіспейді. Тыныш жатуым керек. Аю өлген адамдарға тиіспейді деген сөзді естіген Әлібек өлген адам секілді тап-тыныш жерде жатады. Аю Әлібекке тиіспейді. Оны жай ғана иіскеп, әрі қарай кетіп қалады. Досым, амансың ба? Аю саған құлағыңа сыбырлап не айтты? Аю маған сыбырлап айтты. Адам басы қиындыққа тап болғанда жалғыз қалатын досқа сенбе деді. Әлібектің досы ұялып беті қызарып қалыпты. Балалар, қиындықта қасыңнан табылмаған дос, ол дос емес. Нағыз дос әрқашан қолдайды. Досыңа қолдау көрсетсең, ол да сенің жанынан табылады. Достық өмірдегі ең қымбат байлық. Балалар, біздің әңгімеміз ұнады ма? Онда біздің YouTube арнамызға жазылып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа.